Биыл Құдай қаласа 3 кітапты заказ беріп шығаруға, сосын 4-ші кітаптың несін жасау керек, құрылысын, версткасын. Аудио, видео жазбаларды Wordқа түсіру керек, сондай жұмыстарды. Оны енді алып кетіп істейсің ба? Жерде істей бер. Маған жақсы, ыңғайлы. Ағам қасында тұрған тәуір көріп тұр ғой. Жақын жерде. Кешкілім қорқыныс келмейді. Кешкілім келмейді қорқам. Шалдар жан тәтті болды дейді. Қиын уақыттарда 90-шы жылдарда елбасына күн туған, жаңадан егемендікте жан-жақтан неше түрлі ағымдар келіп жатты. Сонда халық шыдады ғой, өзінің қанша қорлыққа. Соның барлығы сол сіздің ментал әлеміндегі бұйрығыңызды, сабырлық, шыдамдылық деген соны орындады ғой халық. Орындады. Деген қазақ жай сөзге сенбейді. Мен оларға оның Зереевтің да болашақ біздің цивилизациясын көрсетіп тұрдым бір шектерін. Көрсетіп. Оны көргеннен кейін олар сенді. Сіз ана желтоқсаншыларға айтатыныңыз бар ғой? Тек шыдау керек. Шыдау. Қай күні құлайтынына дейін сол кезде айтасыз. Айтамын. Қандай күні шыдаңдар тек. Шыдаңдар дедім. Бой бермей, мен айғайлағанда сұмдық болды. Тоқтаңдар, жылжып, сенге сол фонарьдың несіне тұрдық сол. Балманын төмен, бір 20 метр сол. Адамдар жиналатын болды. Скандал болып жатыр, митинг. Олар қырамыз. Неформальный митинг болады. Олардан қанығызып тұр ғой. Тоқтаңдар десе, көз айналайын қазақтың халқы сондай шыдамды, көніңдер, қан төгістен, мен сендерге қолдарыңа бостандық беріп саламыз, қанды төгістен. Сенді. Сонда кейін қанша не болды, қиын уақыттар, митингтерде жиналады тараңдар дейін. Түкті шықпайды. Қазір бандиттерді жібереді, қазір көрсетеді. Интернеттен қырып салым жоқ, қандай қазақта жанжал болып жатыр. Я мына неде Жаңаөзенде қырды. Сол да жаңағыдай мына 86-ның желтоқсанының бір кіші несі сияқты болды. Сол қайталау. Тәп сол 16-шы желтоқсанда машиналар кірді, астықпен отырған адамдардың ішіне. Оны талап не басталды, и қара жігіттер кірісті. Екі жаққа қыруды. Бунт. Сол істеген қара жігіттер берді. Олардың кім екенін адам білмейді. Жоқ, қазір хабар келді. Олар орыстардың спецназтары, ноғайлар, қалмақтар. Азия, түр Азия. Иә, бізде орыс болса еді. Сол жақтан келген спецназдар екен. Оны немен анау Құлебаевпен бәрі сонымен сөйлесіп алған. Келісіп алған. Сонда сол Жаңаөзеннің қасында бір станцияны басып алды сол қара жігіттер. Теңге ме аты? Теңге. Онда олардың сөйлегендері естідік. Ол қазақтың сөздері емес, түркше сөйлейді, бірақ шықылдап сөйлейді. Шықылдап сөйлегенде ол түсінікті. Ноғайлар, қалмақтар сөйтіп. Деген аямайды ешкімдерге. Бір бала екен, бұл әйел екен дегенде. Соның арқына соған барып, жерден көрсетіп сөзін айтқанда, соның менің жасы досым, танысым Атабаев. Болат Атабаев. Соны қудыға салып, көшіп кетті Германияға. Сол жерде қайтыс болды. Аяғын кестірді, қиналды біраз. Қиналды. Сол сөз көтергенің үшін. Ол сөз көтерді, бұл жасанды көтеріліс. 8 ай отырды. Қолдан жасалды. 8 ай. Көктемнен отырды, ақшаны көбейтіңдер деп. Оны көбейте салуға болады ғой. Оқымай. Жоқ. Құлебаев тұр. Нұрекеңді деп. Сонда ол провокация екен. Қолдан жасалған провокация. Оның сұмдықтары енді Құдайға шүкір аяқталды енді. Енді қайталанбайды шығар. Жоқ. Сонда бұл анау толғағы жетпеген нені шарананы уақытынан бұрын түсіріп тастауға. Иә. Аборт. Искусственный.
оның несі жалғасы осы қаңтарда болды. О да неудачный болды. Көтеріліс қандай организация болса да уақытсыз, мезгілсіз болған көтеріліс. Олардың мезгілі өтіп кетті ғой. Өтіп кетті мезгілі. Уже бітті уже. Халық оның артынан енді ермейді. Халықтың сезімін көтеру керек. Қазіргі Құран анауны халық сезімін көтермейді. Халықтың сезімін көтеретін Тәңірдені. Оған қосылған білім, үлкен білім. Ол білімді пайдаланып жаңа жасауға болады. Менің графиктерімді қарап, болашақта қандай болады зерттеуге болады. Спираль бойынша дамиды. Аға, сіздің ана соңғы ұраныңыз ойлан қазақ, алға қазақ деп айттыңыз ғой. Бұл енді ментал дүниесі арқылы кетті, иә? Кетті. Ол жұмыс істеп жатыр. Қазір есте деймін, алға қазақ дейді. Ойлан қазақ, алға қазақ. Оян қазақ өтіп кетті енді. Соны оқығаннан кейін бір оқырманыңыз жазды, ағашында да. Енді қазір Оян қазақ деген фильм жүріп отыр қазақ. Ендігі киномыз біздің Ойлан қазақ. Главный рөлде аға бар ортамызда отыр. Одан да қызық болады. Олардың өмірлері бәрі түрме, КПЗ, ұрып, соғу, қуу, азап көру. Мына жерде жеңіс, бәр жақтан жеңіс. Енді азап жоқ қазақта. Жетеді азаптан. Енді азаптар біздің жауларымыз көрсін, жақсылап тұрып. Орыс сәкендер, талайлар, месхеттердер, тараншылар да бізге қанша жау болған, өлгенше жау болатын. Олардың кезектері келеді. Біз өтіп кеттік енді. Жаңа дәуірге кетіп бара жатырмыз. Исламдар етегімнен ұстайды етіктен, бірақ олардың күші жоқ. Қазір олардың күштері шықады. Сендіретін сенім жоқ. Сенім жоқ, сенбейтін болды оларға. Ертектеріне айтқаны. Сонда сіздің кітапты оқымаса да, сізді білмесе де, жүрегіменен рухы сіздің бұйрығыңызға бағынып, осы қазақ халқы осы үлкен шыдамдылықпен осы күнді күтті ғой. Күтті. Енді уақыты келді, енді үшінші орын, ол ұлттық дәстүр дінден биік. Ол енді қазақтың сезіміне кіру керек. Рухына. Ұлттық дәстүр діннен биік. Қалай болса да, молдалардың алар біздің дәстүрмен қарсы болса, кетіңдер. Бітті. Бұлай орыстарда еркектер, бұлай отырыңдар, мынаны жеңдер, молдалар сөйтіп әбден дәндені болады, әбден. Қорлап қазақтар. Қазақ запреті көп шыдамайды оны запреті. Қазақ жақсы жылы сөзді түсінеді. Өзіне сезіміне жақын. Қазаққа айналайын керек аға қазір. Иә, айналайын, сен жақылдысың, сен таланттың. Қазір баланы көрсетті мұнау каналдан. Илон Масктағы робот жасайды екен. 14 жастағы бала. Жас бала. Тағында, аны келді Тимур Жұмабаев. 18 жасар. Ол фильмді. Жаңа бала шықты қады. Соның роботтарын жасайды екен. Қазақтар. Жас бала. Талант. Оған қанша оқу керек? Ол академик болу керек. Роботтарды. Марсқа жіберетін роботтарды. Иә. Ол соответственно. Ол бұрынғы өмірде бұл үлкен робототехник болған. Оны ешқайда оқымаған, білім сезіміне қонғаны жүрді дүниеге келгенде. Кішкене былай ашылса болды. Ашылды енді қазір пайдалы жұмыскер болып жатыр. Соның себебінде мүмкін шығар Илон Маск біздің қазақтардың мектептеріне интернет кіргізіп жатқаны. Мүмкін барлық бірде бір ауылдың мектебі қалмасын деген қазір не жатыр ғой интернет. Оның себебі несі бар біздің қазақтың елінде? Олар біледі, мына жерде цивилизация. Оның өкілдері уже екінші өкілін алып жатыр. Бірінші НАСА-да жұмыс істеді Тимур. А мынау Илон Масктың фирмасында робототехник жұмыс істейді. Оның қасында тағы бір үлкен не бар, экономический советник бар қазақ дейді Илон Масктың астында. Бәрі бизнес сол қолына ұстап отыр. Етекші маман. Иә. Сонда қазақтың балалары дарынды екен деді, қазір жерінде бәрі таныды. Жай емес, әнге емес, биге емес, нағыз ғылымның нағыз күшті жерлерінде робототехника, IT-технологияларды сонда қазақтар бәрін қырып жатыр. Өзінің исторический мектеп жоқ. Кибернетикадан, робототехникадан. Ең кенже қалған ұлттан
ең мықты мамандар шығатын болып сол болды енді, сол болды. Иә. Нағыз уже жойылып кеткен ұлттан әбден жасқаншақ болып, әбден қазақ болуға да ұялатын кейбір адамдардың Алматыға деп көрдім. Ойбай, сенің не қалай, орыс болсам жолым ашылатын еді. Ондай да естідім. Иә. Сұмдықтарды. Жеке пісіріп болып қалдың ба?